Бауыр адам ағзасындағы ең ауыр орган болып табылады. Жүректің салмағынан 1,5 есе асып түседі. Ағзамызда фильтр қызметін атқарғандықтан барлық залалды заттарды сүзгіден өткізіп, залалсыздандыратынын көбіңіз білесіз. Ал сау бауырдың бірден бір көзі ол әрине біздің тамақтану тәртібіміз. Бұл видеода бауырымызға ең пайдалы тағамдардың тізімін дайындадық. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыз, өте қызықты әрі пайдалы болады. Сонымен, біздің бауырымыз жақсы көретін номері бірінші өнім асқабақ. Бауыр әдетте қызыл және қызғылт сары целлюлезасы бар жемістерді жақсы көреді. Мәселен, қызанақ және сәбіз сияқты. Бірақ асқабақ олардан ерекше. Асқабақтың құрамында өте сирек кездесетін Т дәрумені бар. Бұл дәрумен туралы көбіміз естімегенбіз, бірақ соған қарамастан ол бауырымыз үшін өте маңызды. Өйткені ол ауыр тағамдарды өте жақсы сіңіріп, ағзамызды босатады. Келесі пайдалы тағам қырыққабат. Қырыққабақтың көптеген түрлері токсиндерді бейтараптандыру үшін бауыр ферменттерінің жұмысын белсендендіреді. Қырыққабаттың қандай түрін таңдасаңыз да, бауыр үшін өте маңызды өнім. Ал тағам ретінде қолдануына келсек, қырыққабат бұқтырылған немесе ашытылған қырыққабат қосылған сорпалар әсіресе пайдалы. Келесі өнім куркума. Бауырды зақымданудан қорғайды. Куркуминді үнемі қолдану бауырдың әртүрлі ауруларының қаупін азайтып, дамуын тоқтататыны туралы деректер бар. Куркума бауырда май жиналу процесін баяулатады. Сонымен қатар, созылмалы гепатит сияқты бауырдың басқа ауруларында бауырдың зақымдануын азайтады. Ересектер үшін дәрілік мақсаттарға арналған максималды доза күніне 1 ас қасықтан аспауы керек. Оны бірнеше бөлікке бөлуге болады. Келесі өнім қызылша. Дәрігерлер бауырдың денсаулығын сақтау үшін күнделікті тамақтануымызға қызылшаны енгізуді ұсынады. Қызылшаның құрамындағы бетаин дәрумені бауыр жасушаларының жұмысын белсендендіреді. Олардың дегенерациясын болдырмайды. Бетаин ақуызды тағамдардың сіңуіне ықпал ететін бірегей биологиялық белсенді қосылыс. Қызылшаның бауырға пайдасының айқын және тиімді болғаны соншалық, диетологтар қызылшаны бауыр шаңсорғышы деп атаған. Қайнатылған және пісірілген қызылшаның шикі қызылша сияқты пайдалы екенін атап өткен жөн. Достар, келесі өнімге өтпей тұрып, осындай пайдалы қазақша видеолардың дамуына үлес қосқыңыз келсе, лайк басып каналға тіркеліп кетуіңізді сұраймыз, бұл біз үшін өте маңызды. Және соңғы өнім бұл сарымсақ. Бұл көкөніс бауырға токсиндерді кетіретін ферменттерді белсенді қалыпқа келтіруге көмектеседі. Сонымен қатар, ол бауырды тазартуға көмектесетін аллицин және селен сияқты қосылыстарға бай. Аллицин антиоксиданттық, антибиотикалық және саңырауқұлақтарға қарсы қасиеттерге ие, ал селен өз кезегінде антиоксиданттардың әсерін күшейтеді. Дегенмен бұл көкөністің қарсы көрсетілімдері де бар екенін есте ұстаған жөн. Мысалы гастрит, асқазан және 12-елі шектің ойық жарасы және ас қорыту жүйесінің басқа аурулары үшін ұсынылмайды. Айтпақшы достар, бұл тағамдардың қайсысын дәл бауыр үшін қолданасыз? Немесе қандай тағамдарды бауырыңызға пайдалы деп қолданасыз? Комментарийға жаза кетіңіз. Менің каналымда бұдан да басқа денсаулыққа пайдалы видеолар көре аласыздар. Келесі пайдалы видеода кездескенше дендеріңіз сау болсын.